Жақсы. Фантазияны қазір түсіндіріп жіберейін. Бүгін бір апай хабарласады, ашық сабақ өтетін едім. Маған ютубтан видео тартып, соны ішіндегі артықтарын қырқып берші деп. Бір оңай сияқты ол кісілерге. Оны аласың ютубтан. Ана Save From деген программа бар. Соған саласың. Оны жүктеп алғаннан кейін оны Camtasiaға саласың. Одан кейін оны қырқасың. Қырыққаннан кейін сақтайсың. Сақтағаннан кейін ол 3 минуттан асқан видео WhatsAppқа кетпейді. Оны Телеграмға жібересің. Ол да кәдімгідей әжептәуір жұмыс. Мына Camtasia деген жаңағы сақтап телеграмға жібереді, қойып берші, монтаждауды айтсайшы, көзі жейді ғой кәдімгі. Монтаждау жеп қояды, иә. Оған бір отыру керек бір немен. Кәдімгідей уақыт керек оған. 2-3 сағат жай отырасың ғой. Отырасың. Күндеп отырған күндеріміз болды ғой. Мына Camtasia'ны жаңағы жасап шықсаң түсті да. 3 программа болады. Сол үшеуін жүктеген кезде барып мынандай Camtasia'ның несі шығады. Мынандай белгісі шығады. Осы Camtasia. Кім? Бибінұр сен ба? Мен ғой. Бибінұр сен жүктей алмадың ба? Сол бағана 3 папка қатар тұрды, үшеуінде жүктедім. Білмедім. Ол үшеуін до конца жүктемегесің ғой сен. До конца установка жасамағасың ғой. Далее деген баса бересің. Менде сол Camtasia'ны қалай жүктеу керек деген бір видео бар, соны да жіберем. Сол бірінші Camtasia'мен жұмыс жасамас бұрын жаңағы артына қоятын фонды барлығын дайындап алу керек. Мысалы, футаж керек бізге. Google'дан мен өткенде балама жасағанымды өшіріп тастаппын. Дайын көрсете салайын десем. Ана ескі компьютерімде футаждың барлығы дайын жұмыстар бар еді, ескі компьютерде алып кетті. Мына жерге Camtasia деп тұрған мысалға Қаздауылдықта Қазбек бидің қазір 355 жылдығы ғой. Соған деген ар жағында Қазбек бидің фотолары, видеолары сөйтіп жүріп тұрады да, бер жағынан Қазбек би туралы оқушылар деген нақты түсінік айтып, әуел өмірбаянын, одан кейін небір нақты сөздері бар ғой олардың жазып, соларды нақтылап айтуға именно жасап жатыр қазір мұғалімдер. Мұғалімдерге бұл обязательно керек. Байқау көп қой қазір. Мысалы, мына жерде футаж тәуелсіздік деп па, міне тәуелсіздік туралы дайын футаждар шығады. Өткенде мен балама жасағаным не еді? Республика күні. Алло. Балаңызға жасаған видеоны білемін сіздің. Жақсы шыққан. Сол бойынша деген 50 мың сіз жүлде алғансыз ба, соны айтып тұрсыз ба? Иә, соны алғанбыз. Мына жерге футаж дейсіз да, өзіңізге қандай футаж керек? Білім күні ма? Ою керек па? Қазақша ою десеңіздер неше түрлі оюлар шығады. Міне осы футаждардың ішінен өзім бір-екеуін ұнағандарын қарап отырасыз, одан кейін футаж кез келген қоя салмайсыз, бір әдемі болып тұрғандарын. Гүлнұр апай. Сіз жіберген ссылкамен қайта тартсам болады ма Camtasia'ны? Иә, болады. Андай реклама көрсетеді обязательно ютубта. Міне футаж. Осы футажды біз жүктеп алуымыз керек. Поделиться дейміз. Копировать дейміз. Өтеміз да, интернетте Save From деген программа бар. Save From деген. Скачать видео с Ютуба деген. Программаға барып, жаңағы футаждарымызды бір футаж, болмаса бірнеше футаж жүктеп алсаңыздар болады. Осы жерге сілтемемізді қоямыз.
Одан кейін міне скачать деп жүктеп аламыз. Ол жүктеледі. Алдын ала бір папкаға барлығын дайындап қоямыз. Мына жерде менде өзіме қажет деген папка ашып алдыңыздар ма? Группа. Мен өзім деп ашып аламын. Иә, өзім деп өздеріңізге бір группа ашып алыңыздар, керектілерін бәрін сол жаққа салып отырыңыздар. Мына баламның видеосы. Міне арасында сөзім, осындай сөздер болады. Шырбай Мәуленов, менің республикам. Тауды көрсең күн көзімен талап. Артына осындай не болады, мына хромакей деп аталады. Жасыл мата іліп қоясыздар баланың артына. Жасыл мата сатып алыңыздар. Өзі енді болады. Мына жағы 2 метр алсаңыздар, мына арт жағын бәрін жауып тұрады. Осылай артына іліп қоясыздар. Осылай жасыл түс болу керек. Менің байтақ республикам. Мына жақсы неге бір жақсы качественный телефонға түсіріп аласыздар. Мына жерде мына видео, ұзақ видео кетпейді, мына жартысы кетпей қалған, екі бөліп жіберіп жалғадым бір-бірімен. Мына қазір жүктелу керек та, мына до конца жүктелгенде жүктеп аламыз. Міне бала шатасады арасында осылайын. Оның бәрін алып тастайсыздар. Түсіру оңай емес, мен түсіріп көрдім, Гүлнұр апай. Түсіру оңай емес. Қанша рет айтқызасың? Иә. Так, мына жерде футаж екеуін жүктеп аламыз қазір. Жүктеп алдық қой, соны копировать етіп, бір папкаға жинақтаймыз. Артына қоятын фоновый музыкасын Нұрхан дей салайын. Барлығын дайындап аласыздар бірінші. Так, енді Camtasia'ны ашамыз. Бір жүктеп алсаңыздар, жаңағы монтаж жасауға арналған жақсы программа. Бұл программамен одан кейін неде экранда да жазады ғой бұл. Запись экрана жасайды. Осыны қосып қойып, жаңағы өздеріңіз сабақ өтіп түсіріп алсаңыздар да болады. Екі түрлі қызмет атқарады. Camtasia'ны ашқан кезде осылай міне запись жасайсыз ба деп шығады сіздерге. Мынаны бассаңыздар запись жасайды. Яғни экранда сіз не айтып отырсыз, бәрін түсіреді. Біз бұрындары зумда өтпейтінбіз, алдын ала сабағымызды түсіріп қойып, сабағымызды жібере беретінбіз. Қазір ғана зумда өтетінбіз. Осы міне запись жасайды. Ол записіңіздің арасында өңдейсіз, керек емес жерін алып тастайсыз. Осы. Біз қазір запись жасамаймыз, бұны өшіріп тастаймыз. Міне осындай жұмыс алаңы ашылады. Мына жерде импорт медиа деген мына алаңға біз жұмыстарымызды бәрін әкеліп аламыз, ақ тұрғанға. Ал мына Camtasia деген жерде біздің видеомыз жүреді. Мына жерге біздің дорожкаларымызды қоямыз. Міне импорт медиа дейміз. Рабочий столдағы жаңағы Нұрхан деп сақтадым ғой. Нұрханның ана видеосы кеме қаттығының. Открыть деп мына жерге алып кеп алдық. Показать в папке дейміз. Данан тауып аламыз Нұрханның видеосын. Копировать дейміз. Нұрхан деген папкаға апарамыз. Camtasia'ны ашамыз. Импорт медиа дейміз. Міне Нұрханның видеосын алып келіп аламыз. Сөйтеміз да, енді мына видеоны қоямыз.
дорожкаға. Видеоны қойған кезде сіздерден сұрайды, қандай форматта сақтайсыз деп сұрайды. Сіздер міндетті түрде мына формат таңдайсыздар. YouTube деген, YouTube скринкаст 16:9 деген размер таңдайсыздар. Сол кезде осы мына осы размер YouTube-тың размері. Окей дейсіздер. Мынаны былай жылжытып аласыздар. Енді қалайсың, қазір сабақта міне одан кейін өзім сөйлесем. Міне сіздердің футаждарыңыз келіп алды, осындай міне. Жүргізсеңіздер, мен әдем болып артында жылжып тұр, міне республика күні деген. Осы жерген мен баланы алып кеп қоюым керек. Баланы алып келесті деді, мен екінші дорожкаға қойысты. Міне. Енді өңдейміз, монтаж жасаймыз. Баланы қай шетке қойғыңыз келеді? Оң шетке қойғыңыз келе ма, сол шетке қойғыңыз келе ма, қойып аласыз. Мына жерде мына үстінде көп артық көрдіңіздер ма? Оны қырқу үшін мына жоғары жақта 4 бұрыш тұр ғой. Осы 4 бұрышты басасыздар. Сөйтесіздер де былайынан ұстайсыздар да, міне көк болды ғой жан-жағы, осылай қырқасыздар. Қайтадан басасыздар. Бір рет шертесіздер. Міне. Енді мына біз жасылды алуымыз керек. Артындағы баланың жасыл түсін алуымыз керек. Осыны жақсылап біліп алуларыңыз керек. Міне. Мына жерде клип блин деп тұр. Бірінші ол клип деген мына біздің ақ жұмыс алаңымыз. Осы жерде біз жұмыстарымызды жинақтаймыз. Мына library деген керек емес. Callouts деген бұл жазу жазатын программа. Zoom'да аса қажет емес бізге. Бізге аудио керек. Мына translation деген бұл анимация. Көрсетемін. Және бізге мына курсор деген керек емес. Мына more деген басасыздар. Осы жерде бізге визуал деген керек. Осы визуал деген біздің мына артқы фонымызды кетіретін. Осы визуал деген артқы фонды кетіреді. Енді осылай басқаннан кейін міне осындай бір жұмыс алаңыз. Осы жерден remove дегенді басасыздар. Міне remove a color дегенді басасыздар. Осы птичканы міндетті түрде басасыздар. Тура мен қалай айтып отырмын, солай бір-екі рет жазсаңыздар, қолдарыңыз үйренеді. Осы жерде міне color деп тұр ғой, цвет. Осы кішкентай мына көкті басасыздар да, жасылды таңдайсыздар. Жасылды таңдайсыздар. Мына select color дегенді басасыздар. Енді мына карандашты алып келесіздерден баланың артына шертесіздер. Міне жасыл цвет кетті. Баланы былай жылжытамыз. Егер жасыл цвет артындағы баланың түсі дұрыс кетпесе, міне tolerance, softness деп тұр ғой, осы екеуі регулировка жасайтын. Осыны былайынан осылай регулировка жасауға болады. Көрдіңіздер ме, баланың түсі кетіп бара жатыр. Кей кезде мына артында жасылдар бетіп кетпей тұрады. Сол кезде осы жермен регулировка жасайсыздар. Міне осы екеуімен. Осы екеуімен реттейсіздер. Мына бала тап-таза болып шығу керек қой, ешқандай жасыл тұрмау керек артында. Енді жүргізіп көреміз. Міне, менің сөзім бар, мына жерде енді баста деген. Мен соны қырқып тастауым керек. Мына тұрған бар ғой, мына бекуны. Осымен қырқатынды қырқып, реттейтінді реттеп отырасыздар. Осы жерге келгенде мынаны қырқып тастау керек. Мынаны бір шертесіздер, баланың үстін бір шертесіздер. Содан кейін мына жерде мына разделитель деген мына не бар? Міне разделитель деп тұр ғой, осыны бір шертесіздер. Сөйтесіздер да, мына delete деп алып тастайсыздар. Сөйтіп мынаны қайтадан жылжытасыздар. Ал қайтадан айтқызамыз. Мына бір жер артық. Бұны да алып тастауымыз керек. Міне мынаны, мына жасылды былайынан түртіп, мына жерін қайшымен қырқып тастауға болады. Тауды көрсең, күн көзімен таласқан. Менің байтақ республикам таулары. Сенің күнің көктеген сол аспан. Дала көрсең, көк жиекпен ұштасқан. Күнді көрсең, секілді бір тіс тасқан. Менің байтақ республикам даласы. Менің көлім
теңізбен қол ұстасқан тұлпар көрсең. Мына жерде қарап тұрсаңыздар пауза бар. Мына баланың дауысы келіп тұр, мына жерде пауза бар. Осы жерді қалай алып тастаймыз? Осы жерді де қырқып тастауымыз керек. Ол үшін артындағы футажды былай жылжытып тұрыңыздар. Футажда қырқылып кетеді онда. Міне. Міне. Мына жерде балада пауза бар, е? Осы жерді қызылды ұстайсыздар да, былай жылжытасыздар. Мына жерде ол күтіп тұр. Мен нені бірдеңені ауыстырып жатырмын, соны күтіп тұр. Мына қайшыны басасыздар да қырқып тастайсыздар. Қызыл бұлттай көрсең қырдың күн. Бала ары қарай білінбейді да, не арасында паузасы ары қарай жалғастырып кетеді. Берін көрсең ашық алатаудың күндерін, жерінде гүл, көгінде күн бір жүзген. Мына жерде бала шатасты. Осы жерде мен айтатын сөздерім бар. Осының бәрін бет қырқып тастауға болады. Болмаса бала осы жерден тоқтады. Мына жерден бір рет шертесіз да, мына разделитель дегенді басасыз да, мынаны делитпен алып тастайсыздар. Енді мына жерде бірден бала бастап кетпес үшін тағы бір футаж қойып, мектептің атын, жаңа қай облыстан келді, соны да жазуға болады. Алдында бір пустой бір футаж қойып. Болмаса осы жерге қазір шетіне қалай жазу керек, соны көрсем, мына қалаудыс дегенді басасыздар. Сол кезде сіздерде осындай жазатын не шығады. Қалай жазуға болады? Мынандай не стрелка қоюға болады міне. Текстін өзін жазуға болады. Болмаса мен мынандайдың ішіне жазуға болады. Міне. Мынаны кішірейтіп, осы жерге жазуға болады. Бұның түсін өзгертуге болады. Мына жерде фил деген тұр ғой. Осы жерде мен бассаңыздар цвет өзгереді. Деп түстерін өзгертсеңіз болады. Енді осының ішіне жазуымыз керек біз. Түркістан облысы. Түлкібас ауданы. Дағы жалпы орта мектебі. Енді астына оқушының аты жөнін. Әсімхан, Нұрхан деп жазамыз. Сыныбын жазуға болады. Енді мына жерде цвет көрінбей тұр, е? Выделить етіп аласыздар барлығын. Сөйтесіздерде мына А деп тұр ғой. Соның астына цвет. Кез келген бір цвет таңдайсыздар. Әсімхан, Нұрхан. Енді мынаны былай жылжытсаңыздар болады, былай соссаңыздар болады. Міне. Осылай жинақтап қойсақ болады, кішкентай. Үлкен көрсем десеңіздер, мына жерде 16 деген тұр ғой. Үлкейте бересіздер міне. 18 қып. Мына жерде жирный қылсаңыздар болады. Курсив қылсаңыздар болады. Одан кейін мына текст дегеннің шетінен бассаңыздар, мына шрифтін өзгертуге болады. Шрифтте мына бір шрифт бар, мен осымен жазамын, үнемі қазір көрсетейін сіздерге. П-дан келетін. Міне. Палатина деген бар ма? Осының осынысымен жазамын. Баланың аты көрінбей қалды, кішкен көтереміз. Міне, осылай жазсаңыздар болады. Міне, көрдіңіздер ма? Үстіне үшінші дорожкаға текст шықты. Егер баланың аты до конца тұрсын десеңіздер, бала айтып болғанша осылай созып қойасыздар. Жоқ, бас жағында ғана шықсын десеңіздер, әшен қысқа қана қоясыздар. Тұрбай Мәуленов, менің республикам. Тауды көрсең міне, жоқ болып кетті, көрдіңіздер ма? Енді тағы бір вариантын көрсетейін, мен осы екі вариантпен жазамын. Міне, Т деген таңдайсыздар. 7-ші А. Мына жерде бізде сан көрінбей жатыр. 7-ші А сынып. 7-ші А сынып дейміз.
мына түсу керек, міне. Қасына түсті текст, жетінші асынып. Енді бұны кішкене жирный қыламыз. Кішкене үлкейтеміз. Цветін өзгертеміз. Сарығып міне. Сонда келесі сыныбы шығады. Тауды көрсең күн көзімен таласқан, аспан көрсең аймен күн. Екі вариантта жазсаңыздар болады. Артына жаңағыдай не қойсаңыздар болады, мынандай. Мыналарды қойсаңыз болады, болмаса текстін өзін осылай жазсаңыз болады. Мен варианттарын көрсетіп жатырмын. Гүлнұр апай, Мхм. видеоны жүргізген кезде тудың өзі қимылдап тұра ма? Тудың өзі қимылдап тұрады, бұл футаж деп аталады. Менің байтақ республикам. Футаж десеңіздер неше түрлі артына әдемі. Мына жерде айттым, бір шумағын, екінші шумағында басқа футаж қойсаңыздар болады. Мына ғой футаж тұрған до конца. Осыны жартысын қиып тастап, басқасын қойсаңыздар болады для разнообразия. Мен екі түрлі футаж қолданғам деп баланың есінде айтқан кезде. Енді бұның артына бізге музыка керек. Оны да дайындап қоямыз. Рабочий столда қазір бір күй әкеп қойайын. Көңіл толқыны деген. Негіз дайындап қою керек, уақыт алмас үшін. Мені келесі дорожкаға қоя береміз. Үстіне қоя береміз. Кейде музыкалардың, күйлердің несі болады андай, видеосымен болады да, оны егер видеосымен болса, үстін жауып қоймас үшін ең бірінші астына түсіріп жібересіздер. Ең бірінші музыканы қойып жібересіздер. Үстіне футажыңызды, оның үстіне балаңызды, оның үстіне текстіңізді осылай қоя бересіздер. Мына жерде біздің музыкамыздың ешқандай видеосы болмағаннан кейін ең үстіне қоя салдым. Енді тыңдап көрейік. Сырбай Мәуленов менің республикам. Тауды көрсең күн. Бас жағы маған ұнамай тұр. Бас жағы мына жері мысалы пустой, мына жері әшейін музыка болып келеді қазір. Көлді көрсең секілді бір. Менің байтақ республикам. Осы жерден басталсын дейін ба? Осы жерден бір рет шертемді, разделительді басамда, мына жағын алып тастайым, делет деп. Сөйтемді, мынаны қайтадан былай жылжытамын. Мынау бар, мынау. Мынаны бетсеңіздер, жасаған жұмыстарыңыз кішкентай болып көрінеді. Мынаны былайынан ашсаңыздар, жұмыстарыңыз былай кеңейеді. Бұл кеңейтілген бір жақсы жері, кейде қырқып тастайтын бір сөздер болады. Әшейін бір сөздің өзін қырқып тастау керек болады. Сол кезде осыны ашып, мынаны былайынан алып, қырқып тастағанға жақсы ма. Үлкейтіп монтаждаған. Бұл орташа қойсаңыздар болады. Енді мына музыканың дауысы баланың дауысын басып кетіп отыр. Үстіне мына аудио дегенді басамыз. Сөйтеміз да, сол кезде осы жасыл болып жанады. Мынаны былайынан дауысын басамыз. Және музыканы міндетті түрде жай басталып, жай аяқталатын болу керек. Аудионы басқанда мынау нарастание дегенді басасыздар бірінші. Нарастание. Сол кезде музыка жай басталады. Сырбай Мәуленов менің республикам. Тауды көрсең күн. Енді баланың өлеңін қараймыз, қай жерден бітейін деп тұр. Баланың өлеңі мына жерден бітеді. Осы жерде мына бекуновты алып келеміз да, бала бітетін жерге. Бір рет шертеміз да, разделительді басып, артық музыканы алып тастаймыз. Астындағы футажды бір рет басасыздар да, разделительді басып, артық футажды қырқып тастаймыз. Сонда біздің видеомыз, мына жақта сағатқа қарасаңыздар, 48 минут не болған? 48 минут, секунд. 1 минутқа да жетпейді ма? Енді қайтып тыңдап көреміз. Сырбай Мәуленов менің республикам. Тауды көрсең күн. Мына жерде баланың дауысы жайырақ болып тұр, баланың дауысын көтерсек болады. Осылайынан. Аспан көрсең аймен күнге жолатқан. Менің байтақ республикам таулара. Менің көгім мөлдірей. Баланың дауысы жай шығып тұрса, осыны көтересіздер. Енді мына translation деген не? Бұл жа переходтар ғой. Осы переходтарды презентацияларыңызға да, баланың қалай шыққанына да қоюға болады. Қазір біреуін көрсетейін. Аламда баланың бас жағына қарай қоям. Және соңына қарай мынаны қоя салайын.
Сырбай Мәуленов менің республикам. Осындай кішкене эффектпен шығады. Біткен кезде, бала айтып біткен кезде. Жерінде гүл, көгінде күн бір жүрген. Осылай аяқталады. Енді Сырбай Мәуленов менің. музыканы, видео біткен кезде музыканы жай тоқтатуымыз керек. Ол үшін аудионы басасыздар. Сөйтесіздерді затухание дегенді басасыздар. Музыканы үстінен бір басып, затухание дейсіздер. Сонда музыка жай аяқталады. Гүл, көгінде күн бір. Осылай аяқталады. Оның бәрі ертең ғана видеода әдем басталып, әдем аяқталу үшін музыканы жай көтересіздер да, бітетін кезде жай аяқтайсыздар. Нарастание, затухание дегенді ұмытпаңыздар. Енді кейбір нелер болады. Сіз мысалы өзіңіз таныстырылым жасап жатсыз. Сіздің мына шетте сурет шығу керек болады. Ол кезде не істейміз? Импорт медиа дейміз да, ол кезде де сіз презентация егер қорғайтын болсаңыз, презентацияңызды бәрін JPEG-ке, суретке айналдырып аласыз. Мысалы, қазір мен мына жерден бір-екі сурет алып келемін, мысалы. Сіз сабақ түсіндіруіңіз керек болды. Болмаса бір жұмыс қорғауыңыз керек болды. Сіз мына жақта сөйлеп қорғап тұрсыз, әдіс тәсіл қорғауыңыз керек болды. Мына жақта сіз өзіңіз түсіндіріп тұрсыз, мына жерде сіздің сабағыңыздың әдіс тәсілдері шығып тұру керек. Ол үшін осындай суреттеріңізді алып келіп аласыз да. Мысал ретінде айтып жатырмын Camtasia'ның мүмкіндіктерін. Былайынан суретіңізді алып келіп қоясыз. Мына суретіңізді қай кезге шығу керек, сол жерге қоясыз. Сырбай Мәуленов менің республикам. Тауды көл. Бұл полный үлкен болып түседі. Оны аласыз да, кішірейтіп, қай жерге қойғыңыз келеді суретіңізді. Мына жерде сіз сөйлеп тұрсыз. Сіз сөйлеп тұрған кезде мына жерде сурет шығу керек. Қойып аласыз. Көрсең күн көзімен таласқан. Аспан көрсең аймен күнге. Келесі сіздің мына суретіңіз ашылу керек. Жол ашқан менің байтақ республикам. Мына суретіңізді кішірейтіп аласыз. Қай жерге қойғыңыз келеді? Қоя бересіз. Және осы суретке де мынандай не қойсаңыз болады. Мына нелер бар ғой жаңа. Переходтарды қойсаңыз болады. Мысалы. Жол ашқан менің байтақ республикам таулары. Осылай шығады. Енді жұмыстың бәрін жасап алдыңыздар. Жұмыстың бәрін жасап алғаннан кейін қалай сақтаймыз? Мына продукт and share деген бар жоғары жақта. Осы продукт and share дегенді басасыздар. Осы кезде сіздерде осындай парақша шығады. Опубликовать на скринкаст деген. Мына қасындағы кішкентай тетікшені басасыздар. MP3 720 деген таңдайсыздар. Бұл жақсы качествода сақтайды. 720. Далее деген басасыздар. Және сіздің видеоңыздың аты не? Сабақ дейсілайын, сабақта қолданылғаннан. Осылай атын сақтап қоясыздар. Дұрыстап. Одан кейін готово деген батырманы басасыздар. Сіздердің жұмыстарыңыз сақталады. Бір ұзақ видео болады мысалы ютубта. Соның ішінен сізге қысқа ғана бір отрывок керек болса, бір апай хабарласты маған ашық сабаққа ұзақ видеоны 45 деп. Camtasia'ға саласыз да, өзіңізге қажетті жерді 40-ға саласыздар. Болмаса, бір видеоға бір видеоны жалғау керек болатын болса, ол видеоны дауысын өшіріп басқа бір музыка қою керек болса, Camtasia жақсы. Одан кейін Camtasia'ға алып келесіз да, прошоуыңызды алып келесіз. Айттым ғой өткенде, Render Forest'іңізді алып келесіз. Осы Camtasia түсірген видеоңызды алып келесіз. Бірнеше программаны біріктіріп, бір жақсы дүние шығаруға болады. Енді сіз бірінші аз-аздан жасап үйреніңіз, кейін не боласыз. 2 рет жасағаннан кейін опыт жинайсыздар. Сізге бір сұрақ қойсам. Қателестіңіз ба осындай видео жасауда? Ау? Кездері болды ма деймін да, видео жасауда қателескен тұстарыңыз. Қандай қателік? Қашан осылай әдемі шыққанша деймін да. Иә, әрине.
бірден үйреніп кеткен жоқпыз. Бірден үйреніп кеткен жоқ. Мен Камтазияны алғашқы үйренген кезде қандай мақсатта үйрендім? Бандика мен Камтазияны үйрендім бірден. Міне, жұмыс дайын. Готово дегенді басамыз. Жұмысымыз дайын біздің. Қазір қай жаққа? Міне, дайын. Енді бұл қай жаққа түседі? Бұл документтің ішіне Камтазия деген жерге түседі. Тауып алыңыз, міне Камтазиядан жасаған жұмыстарым. Нұрхан сабақ деп тұр, міне. Нұрхан сабақ. Осыны алам да, осы жерде видеоны. Міне, қолдана беремін. Алғашқыда бандикамды мен сабақ жасағанға үйрендім. Бандикам білесіздер, мына шетінде өзің отырасың, сөйтіп сабағыңды түсіндіре бересің. Бандикам жасап алатында Камтазияға салатынмын. Камтазияға салып, ортасына видео қосып, енді жаңа қатты қызықтым мен осы программаға. Сол кезде кейде Камтазиямен сонша монтаж жасаған кезде бұл капризный программа, сақтамайды. Ана футаж егер андай кішкене бір вирусный футаж болса ма сақтамайды. Сол кезде қиналған күндерім, бір күндеп отырған күндерім болған. Дұрыс монтаж жасау үшін. Бірақ андай қалай осылай жасамайтын да, жақсы шығу үшін отыра беретінмін. Лишь бы жақсы шығару үшін қанша уақытым кетсе де отыра беретінмін. Жұмысымды бір айналып келіп істесем де, бірақ андай жұмысты нәтижелі шығаруға тырысатынмын. Сөйтіп Камтазияға қызығып қанша видео шығардық қой. YouTube каналымдағы жұмысымның в основном осы Камтазияда жасалған. Бірақ кәдімгідей нені алады? Уақытты алады. Так. Осылай жасайсыздар. Бірінші жеңіл түрінен үйрендіңіздер. Кейіннен, опытный болғаннан кейін, уже өздеріңізге идея келе береді. Мен курсымда қатысқан мұғалімдердің кейбір жұмыстарына қарап таң қалатыным ше, мен ойламаған нәрселерді істейтін. Так. Мой канал. Прошофты да үйреніп алыңыздар. Прошофта күшті. Прошофта жасап алып, Камтазияда осы не жасасаңыздар болады. Міне мен үздік тәжірибе тарату деген жұмыстарын көрсетейінші қазір. Осы Камтазияда жасалған. Видеоға түсу дегенде бір қиын ғой, қиын нәрсе. Мына видеоға түсіп алудың өзі, камераның мысалы, мына бір айтудың өзін бірнеше рет түсіресіздер. Осылайынан түсіп аласыздар, артыңызға бір жақсы футаж таңдайсыз. Ол футаж таңдау дегенде кәдімгідей бір не, жұмыс. Міне, сурет қоюға болады дедім ғой.